Қуаныш аға, маған алдындағы қызың номерін бере аласыз ба? Жай ма? Қайтасың оны? Аға, мен үлкен қателік жасадым. Адастым, жаңылыстым. Мен сол қателіктердің орнын толтырғым келеді. Сол қыз тауып алып, аяғына жығылсам да мен кешірімін алғым келеді. Сіз екеуіңіздің араларыңыздағы сезімді аяққа таптадым. Енді сіздің де, ол қыздың да, екеуіңізде кешірімдеріңізді алу мен үшін өте маңызды. Білем, кешірім сұрағаннан ол өкініштің орны толмайды, бірақ егер білсеңіз адресін маған айта аласыз ба? Рауан, әр нәрсені өз уақытымен. Біріншіден, мен Мадинаның қайда екенін білмеймін. Екіншіден, мен білсем де саған айтпас едім. Сен ана әңгімені қой да, ауылына қайт. Әке-шеше қасында болып, сол кісілердің көз алдында бол. Сосын анау өзім проблемамды өзім шешемін деп әр нәрсеге араласуды доғар есін ба? Ана әке-шешеңді ажалына ерте өлтіргің келмесе, мына тірліктердің барлығын қой, Рауан. Сонымен, не айтасың? Менің күдігім расталды ма, жоқ па? Иә, сол. Кеше ол Дарханның қабіріне барды. Ойындағысының бәрін айтты. Түсінуімше, Дархан оның қарындасына қандай да бір қорлық көрсеткен сияқты. Бұл жағдайдың барлығын ол қарындасын кегін қайтару үшін істеген секілді. Оның ойынша Дархан өз ажалына өз кінәлі. Қандай жағдай болмасын, менің ұлымды ешкім өлтіруге хақысы жоқ. Кім болса ол болсын, қанымен жауап береді. Біз қателесеміз. Бірақ сол қателіктерімізді көп жағдайда мойындамаймыз. Өзімізді барынша ақтауға тырысамыз. Қателіктердің ең үлкені өткен қателіктерден сабақ алып соларды түземеу. Өмір болған соң аяғын шалыс басып жаңылыспайтын пенде болмайтын шығар. Бірақ сенің сол шалыс басып жасаған қателігіңнен кейбіреулердің өмірінің ойраны шығып, тағдыры тәлкекке түсіп жатса ше. Ондай жағдайда кешірімге орын бар ма, жоқ па? Белгісіз. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Бас дәрігердің кабинеті қайда? Кешіріңіздер, сіздер кім боласыздар? Маңыз шаруамен жүрміз. Мында жүріңіздер. Міне, мына кабинет. Сіз де кіріңіз. Мен? Не үшін? Кіріңіз. Сіздер кімсіздер? Бакиров Санжар Қасымбекұлы. Солай ғой.
Иә. Жақсы жерге орналасыпсыз, Санжар мырза. Не мәселемен келдіңіздер? Іске көшейік? Иә, мәселеге көшейік. Бакиров Санжар. Екінші стадиядағы шизофрения. Сот психиатриялық сараптамадан жалтарып қашып кеткенсіз. Танысыңызға жалған құжаттар жасатып, осы клиникаға бас дәрігері болып келгенсіз. Не? Не сандырақтап отырсың сен? Қайдағы шизофрения? Қайдағы сараптама? Санжар, сабыр сақтаңыз. Бүлінген ештеңе де жоқ. Жай ғана сараптамадан өтесіз. Бар болған сол. Сен не? Мені жас бала көріп отырсың ба? Жай ғана сараптамадан өтесің, бар болған сол деп? Менің миссиям әлі аяқталған жоқ. Мен ағамды жазықсыз адам өлтіруінен қорғауым керек. Мен оны сақтауым керек. Білесің ба? Менің ағама уайымдауға болмайды. Бауыр ретінде мен оған сол проблемасын шешуіне көмектесуім керек. Ал мен ол проблеманы шешпейінше ешқайда бармаймын. Білесің ба? Мен ешқайда бармаймын. Сол проблеманы шешу үшін мен қарулы топты да, арнайы агенттерді де бәрін жалдап қойғам. Санжар, қарулы топтарға да, агенттерге де хабар береміз. Операцияны уақытша тоқтатқандары дұрыс. Сіз сараптамадан өтіп болғанша қалай қарайсыз? Жарайды. Сараптама қанша уақыт алады? Барынша жылдамдатуға тырысамыз. Жарайды. Омар Рауанның қандай да бір хабар келетін болса, маған міндетті түрде айт. Түсіндің ме? Кім әкеледі? Сен. Тезірек барайық. Сен. Жарайды, тезірек барайық. Санжар Қасымбекұлы оралады ма? Мына жындықынан жынды адамның басқарған қалап тұрсыз ба? Сау болыңыз. Жігіттер, мен әрқашанда әділдік жолындамын. Әділдік орнату үшін еш нәрседен тайынбаймын. Қасымда сендердей сенімді серіктерім барда, ауыр қылмыс жасап, менің бауырымның көзін құртқандарда, жанында жүріп, жазадан сытылып кеткендерде ертелі кеш өз жазаларын алады. Сендердің қаруларынан шыққан әрбір оқ жазадан қашып жүрген қылмыскерлердің жүрегіне дөп тиетініне еш күмәнім жоқ. Алға! Мен Омар Рауанның менің інімнің өліміне қатысы бар деп ойлаймын. Неге дейсіз ғой? Біріншіден, ол менің ініммен дос болған. Мен оны бұрыннан сырттай танимын. Ол екеуі бірге бұзықтық жасады, бірге есірткі пайдаланды. Мен дәрігер психиатр ретінде уәде берем. Мен Рауанның маскасын шешем. Мен сол арқылы өз бауырымның кімнің қолынан мерт болғанын анықтайтын болам. Санжар Қасымбекұлы, кешіріңіз, мен... Көрмей тұрсыз ба, мен адаммен сөйлесіп отырмын. Шығыңыз. Кешіріңіз. Айып етпейсіз. Ары қарай жалғастырайық. Қалайсың бауырым? Жақсы.
Мен Рауанның ағасы болам. Мен інімнің саған жасаған қателігін білем. Саған әлімжеттік жасап, денсаулығына зиян келтірген үшін мен сенен кешірім сұрайын, бауырым. Ренжіме. Сен денсаулығын жақсарып кеткенше толықтай мен мойнымда болады. Дәрігермен сөйлесіп қойдым. Қажетті соманы еміне аудардым. Қандай да бір көмек керек болып жатса, ұялмай хабарлассам болады. Мына менің визиткам. Ал мынау, бауырым. Ал мынау. Жоқ аға, қажет емес. Ал бауырым. Қажетіне жаратасың. Науаға кеп, барлығын ақшамен шешіп кетеді деп ойлама. Шынымен қандай да бір көмек керек болса, хабарласы ұялмай. Көмектесуге дайынмын саған. Мақұл онда. Саулығын тілеймін, бауырым. Жазылып кет. Жалпы осылай болды. Бірақ одан кейін де бірнеше рет кеп, жағдайын біліп тұрды. Әр келген сайын түрлі тағамдар мен қолыма ақша ұстатып кететін. Есіңде болсын, бауырым, бұл өмірде бауырдан артық еш нәрсе жоқ деп кететін. Қалай енді жағын қабырған орында ма? Мазалап жүрген жоқ па? Пока нормально, реабилитацияға барып жүрмін күніге. Оның да ақшасын сол кезде төлеп қойған екен. Не болды, жолға сыймайсың ба? Қой бір анма. Не болды мага саған? Тағы да не керек? Қалайсың, бауырым? Денсаулығың жақсы ма? Иә аға, бәрі жақсы. Емделіп жүрсің ба? Иә. Иә мага, айта бер, не болып қалды? Бауырыма көрсеткен көмегің үшін рахмет. Оғаш жоқ. Не соны айтуға қуып келдің ба? Біріншіден, мен сен қуып келген жоқпын. Просто так случайно көріп қалдым. Ал екіншіден... Не екіншіден? Мир. Мир. Аман бол. Егер қандай да бір көмегім керек болса, хабарлас. Қолдан келгенше ғой. Рауанға тыныштық бер. Көмегін сол болсын. Все, добро. Бұл өмір әртүрлі жағдай болады. Кез келген уақытта көмегім керек болып қалуы мүмкін. Сол кезде хабарлас.
Самат аға, Ау, тауарларды жібердіңіздер ма? иә, бүгін жіберіп қойдық. Екіншісін жігіттер артып отыр, қазір жіберіп қаламыз. Болыпты. Қоныш, бір өтініш болып тұр еді. Иә, айта беріңіз, не болып қалды? Азын-аулақ ақша керек болып тұр. Ауылға жіберу керек еді. Жеңгең біреуден айлыққа дейін деп қарыз алған ғой. Мен сол хабарласып, айлыққа дейін күте алмаймын, анау-мынау жібере салайын деп едім. Болды, проблема жоқ, Самат аға. Бар бухгалтерияға жаздырып ала бересіз ғой. Болды, рахмет. Бухгалтерияға бара қоямын. Аға, Санжар ұстап алып кетті. Білем. Қайдан білесіз? Кім деп сұрамайсыз ба? Білем кім екен. Санжардың психикалық ауруы бар екен, баяғыдан білем. Ерте ме, кеш пе, оны ұстап алып кететінін сезгем. Ол дені сау деген жалған құжаттар жасатып, клиникаға бастар ері болып не үшін келді? Түсінуімше, ол сізге көмектескісі келген сияқты. Ағамның проблемасын шешіп беруім керек. Оған уайымдауға болмайды деген секілді сөздер айтты. Не айтса да маған бәрібір. Мен өз проблемамды өзім шешем. Сенің де қызметің бітті, рахмет. Алаңдамай клиникаңа барып жұмысыңды істей бер. Давай. Алло? Не үшін? Қай жерге? Келістік. Сізге біздің киномыз ұнап жатыр ма? Егер де кино ұнап жатса, біздің каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Ең алғашқы болып біздің туындыларды көресіз. Және де өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Күтеміз.